Жуылған күріш 150 грамм, 3 стакан су, яғни 600 грамм. Толық піскенше қайнатып аламыз. Қайтадан 1 стакан су немесе сүт қойсақ та болады. Кішкентай қасықта жарты қасық тұз саламыз. Жақсылап араластырып аламыз. 1 қасық қант, 1 қасық дрожжи. Жақсылап араластырып аламыз. 3 стакан ұн. Алдымен 2 стаканды құйып араластырып аламыз. Артынан өздеріңіз қараңыздар қанша мөлшерде ұн кететіні. Мен сәл жұмсақтау етіп еледім, сондықтан маған 3 стакан кетті. Сіздердегі стаканның размеріне байланысты әртүрлі кетуі мүмкін. 6 қасық сұйық май құямыз. Қайтадан қасықтың көмегімен жақсылап елеп аламыз. Қамыр өте жұмсақ еленді. 1 сағатқа ыстық жерге қойып қоямыз. Осындай өте пышный болып көтерілді, бірақ жұмсақ майдың көмегімен қамырды бір жерге біріктіреміз. Мен пирогқа арналған осындай ыдысқа салып пісірдім. Астына міндетті түрде бумаганы төсеңіздер. 180 градуста 50-60 минут ішінде піседі. Бұл нан өте жұмсақ және ерекше болып шығады. Дәмі де өте күшті болып шықты. Маған қатты ұнады. Жасап жеп көріңіздер. Нанымызды ыстық күйінде кеспейміз, міндетті түрде толық суығаннан кейін барып кесеміз. Егер сырты жұмсақ болған қаласаңыздар, кішкене дастархан жауып қойып, осылай суытсаңыздар болады. Нанымыз өте жұмсақ және пышный болып шықты, өте керемет, дәмі де өзгеше. Міндетті түрде жасап жеп көріңіздер және де өз пікірлеріңізбен комментарияда бөлісіп кетіңіздер. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге Мадина. Сау болыңыздар, күндеріңіз сәтті өтсін. Барлықтарыңыздың дастархандарыңыз берекелі болсын. Ас болсын.